Шолақ жігіттің әңгімесі. Мен Бағдат қаласының мырзаларының бірі едім. Жасырақ кезімде жиһанкез саудагерлерден Мысырдың даңқын көп еститінмін. Олар кісі таңырқарлықтай етіп дәріптеуші еді. Мысырды көру маған жеңістік астай болды. Әкем өлген соң түрлі қымбат маталар алып сапарға шықтым. Алдымен Мосул қаласына келіп, сонда біраз дүниелерімді сатып, қалғанын алып осы қалаға келгем. Жігіт сөзін осы араға тіреп, көзіне жасын іркіп алды. Тыңда ерім, қадірлі дос, айтам дүние қайғысын, бұл замана адамзатқа жаралғандай қайғы үшін. Мен қайғысыз бір жан едім, жаннат еті жайларым, жағдай сүйреп отқа салды, қазан болып қайнадым. Бұл замана улы жылан сормады ма қанымды, жарды жүрек, езді бауыр, қойды сүлде жанымды. Мен осы қалаға келдім де саруардың керуен сарайына түстім. Әкелген жүктерімді жайғастырып, ас ішіп ұйықтадым. Оянған соң біраз маталарымды қызметшілердің біреуіне көтертіп, базарға апардым. Перғауынның ордасының іші қайнап жатқан базар екен. Делдалдар қасапшының итіндей жалаңдап алдымнан шықты. Қапқа тыққан маталарды шығарып, айқайды салды. Алушылардың қолдары судан шыққан қалың сүйріктей шошайысып, бірін-бірі басты. Делдалдардың бастығы ентелей басып маған жақындады да, балам деді, бұл маталарың базарға сатып құнды болмайды. Мұны сенімді кепіл алып, саудагерлерге өткіз. Олар сатып саған ақшасын дүйсенбі, бейсенбі күндері беріп тұратын болсын. Өзің Ніл дариясының жағасына барып сейіл жаса. Өзің сияқты жасөспірім мырзалардың жүретін жері сол деді. Мен сол ақылды алдым да, маталарды сарайға әкеліп, саудагерлерге тараттым. Өзім босап, қойдың сан етінен шашлық жасатып, шарап ішіп, сейілде жүре бердім. Саудагерлерден ақша алатын күннің бірі еді. Кепілге алған саудагерлердің дүкеніне барып, ақша алдым да, үйіме келіп, шашлық жеп, шарап іштім. Қарыздар саудагерлерінің бірінің дүкеніне барып, оны-мұны әңгіме етіп, уақыт өткізу үшін қайта отырдым. Ол саудагерлердің аты Бадриддин болатын. Ол мені құрметтеп, жанына отырғызып, тәтті әңгімеге кірістік. Ұзамай бір әйел келіп, дүкеніне кірді. Ол менің қасыма жанаса отырып, бұрқыраған әтірінің иісі қаланы түгел басқандай еді. Сыбызғыдай сыңқылдаған жіңішке дауысын шығарып, Бадриддинмен сөйлесе бастады. Оның перде ішіндегі бетін көрмесем де, дауысын естіп, бойым шымырлап, ыстық қан қайнап, жүрегім аттай тулады. Қысқасы, ашық болдым. Сізде жібек маталарынан бар ма? Деді ол. Өзі шет қалаларда тоқылған, қала ішіне жаңалық болатындай, қымбат, бағалы әдемі мата болсын. Бар, деді Бадриддин. Мен әкелген жібек маталар мен бір жібек орамалды алдына қойды. Ол аударып көрді де, мұны мен алайын, бірақ қазір қалтамда ақша жоқ еді, үйден беріп жіберсем деді. Жоқ, болмайды, маған ақшасы нақты керек. Мына отырған мырзаға бересім бар. Несие сату деген менде болмайды. Тіпті әкем де сатып көрмеген, деді Бадриддин. Сізге мен құнынан әлденеше есе алтын артық берейін. Тек үйге барып жіберуге шыдаңыз, деді. Маған үйіңізге барып беретін артығыңыздан осында берген өз құны абзал, деді қатаң дауыспен Бадриддин. Әйелге ашу кірді. Саудагер халқы, деді даусын шығыңқырап. Баға жетпес адамның қандай басы болса да, қолына ұстаған дөңгелек мысына теңемейді. Өзі де құнсыз, өзгенің де құнын түсіріп болды, деп тұрып кетуге айналды. Жанымды жай тапқызып, ыстығы лебі келіп тұрған отым өше қалғандай болды. Ол кетсе менің жаным соның қалтасында кететіндей болды. Сіз сабыр етіңізші, дедім, сасыңқырап қалып. Мойнын иығына қайырып салған қаздай әйел бетін бұрды да,
Мен тек сіз үшін қайырылдым, деді назданған дауыспен. Сенің осы маталарың мен орамалыңның құны қанша тұрады, дедім Бәдреддинге. 1100 алтын. Сол соманы менің есебіме жаз, дедім. Өзіңіз жазып бере қойыңыз, деді бір жапырақ қағаз бен қауырсын қаламын ұсынып. Қағазды жазып бердім де, мата мен орамалды әйелге ұсынып, мұны менен тек басып келген қадамыңыз үшін тарту деп алыңыз, дедім. Рахмет, деді ол, жіңішке созылып шыққан даусы жүйемді босатып. Сіздей мырзаға менің қолымда бар мүлкім несіп болсын, ғұмырлы болыңыз, деп шығуға айналды. Әйелдің беті бұрылғанда менің тиышым кете бастады. Бірақ дүкен ішінде бітетін сауда ма, махаббат мәселесі? Сіз кетіп барасыз, дедім, жібек орамал желбіретіп, қолына ұстатып тұрып. Қандай жан екеніңізді бетіңізде тұрған перде шіркеу болып көрсетпей қалғаныма, дедім. Ол пердесін көтерді де толғанайдай толықсып тұрған жүзін көрсетіп, тұнжыраған қарақат көзін маған қадады. Ол көз жүрегіме қосарланып тиген оқтай болды. Аспанның айын алып пердемен жауып қойғандай бір сұлу қыз екен. Пердесін қайта түсірді де шығып кете берді. Ішіме ыстық су құйғандай бойым дел-сал болып мен қалдым. Дүкенде түн болғанша отырдым. Кетер кезде Бәдреддиннен әйелдің кім екенін сұрадым. Ол әйел, деді Бәдреддин, есепсіз малы бар бір әмірдің қызы еді. Әкесі өлді де барлық мал осының қолында қалды. Таусылмайтын көп дүниенің қожасы. Енді жүргені сол. Мен үйіме келдім де ертеңіне жақсы киініп бір шөлмек шарап іштім. Барып Бәдреддиннің дүкеніне тағы отырдым. Біраздан кейін қыз келді. Қасында ерте келген бір қызы тағы бар. Ол мені көрді де, сіз бүгін қасыма бір кісі қосыңыз, орамалыңыздың құнын беріп жіберейін, деді. Ол не дегеніңіз? Арамызға дәнекердей бола ма деген жалғыз орамалдың пұлын алып, жүзіңізді қайта көре алмай қалғаным ба, дедім. Ол менің жүрегімді әбден сезді. Пердесін көтерді де жүр дегенде ишарат қылды. Мен қуанып еріп жүре бердім. Бір сарайға кірді де алдымнан бір қыз шығарды. Сізді қожайыным кірсін деп жатыр, деді. Мен таң қалдым. Бұл шаһарда танысым жоқ еді. Кім шақырды, дедім, жай тұрған кісі сияқтанып. Сіз қалай танысым жоқ дейсіз? Дүкенде орамал берген қыз сізге таныс емес пе, деді. Мен қызға еріп сарайға кірдім. Сарайда қыз отыр екен. Бұл менің сарайым емес, бір таныс кісінің сарайы еді. Мен сізді көргеннен бері түн ұйқымды төртке бөліп, жаны күйген адаммын. Енді жақындасқаннан басқа жол қалмады. Сіз маған келісесіз бе? Мен сізге барайын ба, деді. Менің бұл қалада үйім жоқ, сондықтан сізге келуім жөн. Мен жігіт болған соң сізге келуім жарасымды да ғой, дедім. Ендеше намазшам болған соң кешікпей келетін болыңыз. Сізді зарығып күтем, деді қыз. Тұрған жерін сұрап алып, күннің кеш болуын күттім. Сол күнгі күндей ұзақ күн сірә да болмас. Кеш болған соң есекшілердің бірін шақырып, жарты ділда беріп, есегіне міндім. Әрине ол күнгі киімім өзгеше болды. 1100 теңгелік орамалдың бірін алып, шетіне 50 алтын түйдім. Ол сүйікті жарға алған сауқатым еді. Есекші әкеліп қыздың үйіне түсірді. Қораға кірсем үйдің ішін кілем жайып, құлпыртып тастапты. Менің жолымды күтіп зарығып қыз отыр екен. Қораның ортасы иісі аңқыған гүлді хауыз екен. Соның жағасына кілем төсеп, көрпе жайып безеді. Мен қызды жамбастай келіп отырдым. Әңгіме осыған жетіп, Шахризада да тоқтады. 27-ші түн. Ей ұлы бақытты патшам, саудагер жігіт, мен жанына отырдым, деді. Қыз балбыраған балауса қолын мойным артты да, жымиып күліп, қасымда сіз, мен құшағыңыздамын. Осыны көргенім өңім бе, түсім бе, деді.
Шыбындай жаным жолыңа құрбан болсын, мен де сондай ойдамын дедім. Барлық жай сөйленіп, әңгіме қызды. Дастархан жайылып, тамақ әзірленді. Шарап ішіп, шаттық теңіздей шалқыды. Соның артынан бөлмеге кіріп жаттық. Сол күні жатқан төсегім күн сөнгенше қайтып қолыма түспес. Таң атты. Апарған орамал мен түйген Ділдәнің жастығының астына тастадым да ісіме кеттім. Шығып бара жатқанымда, сүйіктім, енді қашан жүзіңізді көрем деп, қыз көз жасын іркіп алды. Сыртқа шықсам сөйлесіп, ақша берген есегім тұр екен. Міндім де тарттым. Сонан былай қарай күнде кешке сол үйге келетін болдым. Рахатты да көрдім, ақшаны да құрттым. Құрымай қайсын ол, жарты Ділдә есекшіге беретін ақым, 1100 Ділдә орамалдың құны, 50 Ділдә ұшына түйіледі. Барсам болғаны, қораның ішін жәннаттай жайнатып, қолына шарабын көтеріп, сенсіз тұрған мына жан, от қақтаған боршадай, сен жанымның сусыны қалай тұрсың аңсамай деп ұсынады. Алып жем, қысып-қысып құшам. Ай рахат күндер еді ғой. Сөйтіп жүргенде су да сарқылады ғой. Санаулы құрғыр қаншаға шыдасын. Ақша қалмай, сүйікті жарға құр қол бара алмайтындай болдым. Қарыз басып, қаржыдан зарығып, ғазал айтатын күнге ұшырадым. Сондағы сарыным мынау еді. Сабыр кетті, сарғайдым, ғашығымсыз күнім жоқ. Имен емін бармаймын, бармайтыным пұлым жоқ. Ақшасызда ақыл жоқ, ақша ғашық шегесі, ақшасыз тұрмас жақын боп. Бірнеше күннен кейін ғазалды осылай соқтым. Ашыққаннан құныққан жаман дегендей, аз күн ләззатын татқан қыздың әлем сұхбаты көкейімді құрттай жей берді. Қайтсем де бір дүние тауып, дидарын көргім келе берді. Қаңбақтай қаңғалақтап жүріп, Тарзила деген тарлау базардың көшесіне түстім. Адам сығылып біріне бірі қақтығысады. Қалтасындағы Ділдә салған әмияны томпиып, қала сыпайлысының бірі жанымнан өте берді. Шет көрініп бара жатқан әмиянды аңсарымды аударып ақ кетті. Қалтасындағы Ділдә салған әмияны томпиып қала сыпайысының бір жанымнан өте берді. Шеті көрініп бара жатқан әмиян аңсарымды аударып ақ кетті. Қолды жып еткізіп салып жіберіп, суырып ақ алдым. Қалтасы қаңғалақ ойнай қалған сыпайы бетіме жалт қарады да, қолындағы шапарамен қайта салды. Мен есімнен танып қалпақтай ұштым. Көшедегі күзетшілер мені қағып, құлатып кетті деп ойладым. Сыпайы келіп ұстады, ол айқайды салып, бұл өз ұрыны жақтап өресін өршітіп жүрген сен иттерге шара қолдану керек деп қаһарланды. Мен де есімді жиып түрегелдім. Сол мезгілде көше күзетшілері келіп, қалтамда тұрған әмиянды суырып алды. Ішінде аттай 20 Ділдәсі бар екен. Ұрлап алғанның рас па деді. Мен жасыра алмадым, анығын айттым. Қаза алтын ұрлаған 10 қолымды кесуге үкім шығарды. Сол жерде қолымды кесіп, қайнаған майға жараны батырды да көшеге тастап кетті. Есімді жиғанда қасымда ақша алдырған сыпайы тұр екен. Көшедегі кісілер түрімді көріп, ұры сияқты емес екен десті. Сыпайы да рахымы келіп, бекер болған екен жігітім. Түрің ұрыға ұқсамайды. Бір зәрулікпен алған боларсың. Ала ғой мына алтынды, деп 20 Ділдәні маған берді. Мен Ділдәға қарап тұрып, ей алтын, алтын, алтынсың. Алтынсыз дүние салқынсың, тірегі алтын адамнан, қай бұсықтық артылсын. Алтынды алып қыздың үйіне бардым. Ол менің репетсіз түрімді көріп, басымнан өткен уақиғаны сұрады. Түнде арақты көп ішіп, мазам кетіп отыр дедім. Бұрынғы қалпыммен аз арақ даяр болды.
бір кесеге құйды да маған өлеңін айтып тұрып ұсынды. Мен өз қолыңмен ішкіз дедім. Бірін қыз өз қолымен ішкізді де екінші кесені құйып берді. Мен сол қолыммен алдым. Қыз оны көрді де жылады. Менің берген шарабымды сол қолыңмен алғаның көңілсіздігің деді. Мен шарапты көп ішіп, мас болып құладым. Ол жатқанда менің оң қолымды көріп, қалтамдағы ақшамды алыпты. Ақшамен бірге қазының үкімі де бар еді. Соны көріп қайғырыпты. Мен ертемен тұрып кетіп бара жатқанда, отыра тұр деді қыз. Мен отырдым. Ей сүйікті досым, деді аянышты кейіппен. Сенің мен үшін берілген жүрегің осыншалық ауру халге түсірді. Сен малды бітіріп, жаныңды мен үшін отқа салдың. Ол жүрегіңнің куәсі мына қолың. Сені осынша ауыр күндерге келеді деп ойлаған жоқ едім. Енді сол жараланған жүрегіңнің емін табу менің міндетім. Оның дауасы өзімді сенің еркін құшағыңа берумен болмақ. Қыз екі куәлік ететін кісіні шақыртып, молданы әкелді. Некесін қиғызып маған қосылды. Той болып ел жиылды. Көпке көрсете қазынасын жайнатып, әйдік сандықтың аузын ашты. Сандық беттесіп толған жібек орамал, орамал сайын түйілген ділдә еді. Ол менің қызға танысқалы апарған сауқатым. Қысқасы мендегі бар дүние сол сандыққа барып түскен екен. Міне сенің дүниең деді қыз. Бұл дүние кеудедегі жаным, сол жанымен бірге сүйген жарым саған беріледі. Сонымен қатар өзімдегі сабақты ине, суыртпақ жіпті қалдырмай сенің дүниең деп есептеймін. Оған мына отырған халық куә болсын, деп дүниенің есебі жазылған дәптерді маған ұсынды. Ондай әйел қалай естен шығады деп жігіт қамықты. Ертеңнен әйелім төсектен ауырып тұрды, деп әңгімесін созды саудагер жігіт. Ауруы күннен күнге ауырлай берді. Бір айдан кейін о дүниеге сапар шекті. Жаңа туған күнім батып кеткендей, қайғы теңізіне сүңгідім де кеттім. Өлгенге өкінген мен қайтып қашан келген. Біраз күн көкірегімді қарс айырып жүрдім де, қабіріне күмбез тұрғыздым. Ас беріп Құран оқыттым. Тірі адам тіршілігін қылмай ма? Малына қолды сұқтым. Саған асыл тас алып берген қазына, сол қазынадан қалған көп қазынаның бірі еді. Ол көп қазынасының бір ғана бөлмесі. Мен дүние жетіспей қалатын кісі емеспін. Сатылған тастардың өзіңдегі ақшасы сізге берген сыйлығым. Өйткені сізге мен айыпты кісі. Сол қолыммен тамақ жедім. Бірақ оның себебі осылар еді деді. Сізден тағы бір сұрайтын қолқам бар деді жігіт. Сіз Бағдат қаласына сапарға шықсаңыз қайтеді деді. Мен ол достың сөзін ұнатып Бағдатқа еріп келдім. Сөйтіп жүріп осы уақиғаға кездесіп отырмын, деп сөзін аяқтады насрани саудагер. Тыңдап отырған патша бұл әңгіме бүкілдің уақиғасына жете қоймады. Сондықтан осы отырған төртеуіңізді де өлтірем деді. Кісі өлтіруге құныққан патша. Шахизада әңгімесін осыған жеткізіп, бір түнді аяқтады.